Күннің саз вақалары ақта тариф етпенге азырмы. Студияда мен Султан Нестакаева чалышам, хайрлах шамлар. 10 биңден зияды адам COVID-19-дан вакцинацияны алмақ истек білдірділер. Бұл ақта Жумхуриет везірлер шурасының топлашывында вице-премьер везір Эмек ве Ичтимай қору везірі Елена Романовская білдірді. Біз алған 8.000 дозадан енді 6.152 адам ашылама яптырды. Олардан 257 кіші енді текрар кечті. Яқын күнлерде 7.200 доза еткізілуіні беклейміз. Қырымда тибби хадимлерге коронавирустан ашыламалар япылывы 2020 сене декабрінің 15 күні башланды. Топлу вакцинация башланғаны аққында Жумхуриетінің сағлық сақлау везірі январдан 18 күні білдірген еді. Қышның соңына же ярымадаға вакцинанның 84 биң дозасы келіп етежек. Елінің соңына же сағлық сақлау везірлігі қырымыларының 60%-ына ашылама япмаға планлаштыра. Январның 23-інде Жумхуриет елбасшысы Сергей Аксенов да ковидтен ашылама яптарды. Оның үшін кімде антитела олмаса, ашылама япыңыз. Демек, ашыламаға бармақ керексіз. Менімже, бүгінгі вазиеттен екене чықыш бұлдыр. Қырымда коронавирустан вакцинация девам еті Ахмеджетнің 4-ші санлы хастаханесінде енді 120 адам пейда олды. Ашыламалар насыл япыла ве эсасын әвбеттекі сефер не вақыт олачаға ақта Сабина Денееваның левхасы. Ахмеджетте 4-ші санлы поликлиникада коронавирустан ашыламалар япыла. Михаил Дзюбада ашылама яптырмақ үшін дәветні беклей. Шымды тамам оның невбеті. Эмшіре кереклі шейлерні азырлай. Бұсанчы чоқ бекленілген вакцина. Мен екім. Ковид хасталар еле чалышам. Бізім хасталарымызны тедавилемек не қадар қиын олғаныны яқшы білем. Екімлерге белі қайды бойынша хасталықны тедавилемектен оның оғына алмақ еңгілже. Оның үшін ашлама яптырмаға қарар алдым. Михаил Кыбылер онларже поликлиникада энді 120 хастаға ашылама айтылды. Вакцинация оғынды мұтлақа тибби бақуф ве антитела тесті кечіріле. Бірінші невбетте біз хастаның алыны сораймыз. Шымды оның сағлығы насыл олғаныны 14 күн девамында сыжағы олған хасталарнен аляхада бұлынды ма, жоқ ма? Вакцинация екі басамақта кечіріле. Қатырватамыз кечкен сене декабрдің орталарында сағлық сақлап езерлігі эпысы регионларда вакцинация башланғаны ақында қабер етті. Спутник Ви вакцинасы чешіт яшлы адамларға шу жүмледен 65 яшны кечкенлерге япыла біле. Вакцинацияға язылмақ үшін бірқач васта бар. Регистратура, оператор яда госуслуги сайты ярдымынен. Иалінің ең бұйық қысмы оператор яда госуслуги сайты вастасынен языла. Бүгінгі күнде енді 5000 зияде адам ашылама яптырдылар. Шей план бойынша кечіріле. Тек бір шей. Адамлар язылып, тибби муэссиседе ашыламалар беклеген вақыт бұл 1-2 күнге кечірілежек. Яғни график біраз сүрілежек. Яқын күнлерде ярымадаға коронавирустан 30,5 бин вакцина дозасы келіп етежек. Сусана Рефиева, Сабина Денеева, Алим Сейдалиев, Миллет үшін. Қырым қатырлай, Холокост құрбанларының халқара қатыра күніні ел январ 27 күні қайды телер. Ярымадының сәкенлері үшін бұл кедерлік күндір. Матем Мирасим концлагерь Красный адлы мемориаль комплексінің территориясында кечті. Тавслятлар Гузель Мамбетованың левхасында. Концлагерь Красный адлы мемориаль комплекс территориясында инсаниетлік тарихында ең бұйық фаджиялардан бірі. Холокост тақында хатырлайлар. 6 миллион ехуди Нюрнберг трибуналының қарарларында тамам бөле сайы язылы. Ярымадада ұлы ватан жиянкы дәвірінде нацистлер 35 бин ехуди ве 6 бинге яқын крымчақны өлдірділер. То количество людей... Элак олған адамлар, эсасен жанаваржа қиналғанлар бұ арби есірлердегіледі. Бұ тынч яшаған адамлар еді. Оларны этник әлемет бойынша йоқ еттілер. Бұ қанлы күнлер ақта қатыранен бағлы тедбірлерні біз осеятқан несіліміздің тербиелевіне бағышлаймыз. Оларға сызны көчірежеміз деделер. 3 күнлік аш су ве қиметлі шейлеріні алмаға емер берділер. Олар бойсундылар. Базылары не олайтқаныны аңлай еді. Башқалары есе көчуге ишана еділер. Бұтын қоранталарынен елға чықтылар. Бір кімсе қайтмады. Самое главное место... Холокост фаджиасының ең дешетлі ері бұл Кефе шоссесінің 10-ші километрі. Тамам о ерде 41-ші сененің сонында 42-ші сененің башында бинлерже ехуди нацистлерінен өлтірілден еді. Sonra bu эпидемия ярым адамызның дигер регионларына дарқалды.
Холокост яқылув 20 асырны дәңіштірген дәшетлі сөзлер. Бұ керчектен де дәшетлі фаджия. О беңлерже адамны жанаваржа өлдірген фашист басқынчыларының жинайетлері ақында хатырламаға мечбур еті. Гүзел Мамбетова, Виасан Зивадинов, Миллет үшін, Ахмеджет районы. Қарасу базарының Сарысу қасабасында бала бақчасы 25%-ға азыр. Құружылық былтыр август айында башланған еді. Объекті енді бинаны тікледілер ве ішкі ішлерге кечтілер. Бұл мүйсесе не қадар баланы қуандырajаға аққында бізім нөбетті келевхамыздан білерсіңіз. Ишлер да энди башлана. Шимдилик бала бақчасының территориясы бу экиге бөлінген құруджилык мейданы. Бір бригада ось ишинен межгуль. Бір ярым сменада 64 кышы ве техника чалыша. Догру тізілген механизм ярдымынен яхын вақыта мында чок бекленілген бала бақчасы пейда олajaq. Мында 160 кенже хатнайjaq. Юклиджи трактор ярдымынен деварлар ичун газ-бетон блоклар ерлештіріле. Хомшу құруджилык дамартасында исе траншеяларға ысытув ағлары монтаж етіле. Құруджилар арматураны бағлайлар. Бөле етіп бинага кірішнің темеле азырлана. Мобиль олмаған гражданлар ичун пандус бар. Бірінжі хата сылавджилар ве халайджилар чалышалар. Слева стороны у нас получается 4. Сол тарафтан бізде 4 бала группасы olajaq. Сақ тарафтан есе музыкаль сынып. Bundan son ашхане ве чамашырхане olajaq. Экинжи хата мемори бина ве 107 квадрат метрлік спортив зал ерлешежек. Перед началом заливки вот каркас. Демір-бетон каркас қойылывындан евел демір-бетон хат япылды. Шей ишанчылы ве хавсыз. Аджеле алар ичун объектте янгынлык савутлары азырланды. Тутун yok etілуі ве аваланув системасы ичун донатма сатын алынды. Бала бақчасының тікленілуі федераль мақсадлы программа черчевесінде былтыр август айында башланған еді. Бюджет 223 миллион рубле. В Белогорском районе Шымды Қарасув базарда да 4 бала бақчасыны құралар. Сарысу районында ве Муса Мамут соқағында кергінлік язылар. На сегодня прибыли емкости для запаса воды. Будет производиться монтаж. Шимдели капсы ишлер график бойынша алып барыла. Тапшырув мудеты 2021 сененин ноябрь айы. Диана Бекмамбетова, Саид Влиляев, Милет Ичун, Қарасув базар. Ялта яны коммуналь машиналарына әлді етті шер мемориетінің юлбашчысы Янина Павленко айтқанына көре шерге уч КамАЗ автокран ве қар темізлеген арабаны Қырым везірлер шурасының авалесі бойынша йолладылар. Шерінің мескен ходжалық департаменті Ялта мұқтач олған техника жетверені азырлайжақ, мақсус техника паркы янартылығы кележек сенеді вам етежек. Сегодня мы получили в подарок. Бүгін біз Қырым Жұмхуриетінден бақшыш оларақ бөле кереклі ве муим техниканы әлді еттік. Якында Ялтада буран олды ве біз бөле меселеге раст келдік. Техника етерлі олмағаны себебінден соқақларны вақытында темізлеп оламадық. Кезлев округының Ялымайна қасабасында янартылған футбол тарласы бала ве спортив мейданлары тантаналы шекілде açыла. Чоқ бекленілген объектлер Москва акимиеті ве Қырым Жұмхуриетінің акимиеті арасындаки аңлашма себебінден пейда олды. Сабина Денеева тafsilatlar ile. 22-ге 42 мини-футбол мейданы бұ қадар. Енді ерлі яшларға топ тепмек үшін ер бар. Ялым ойнақта онайтлы земаневи ве абаданлаштырылған территорияны тантаналы шекілде ачалар. Кезлев сақыны Александр Даценко яны стадионда оғлу ойнағыны қуванчнен көзеті. Адамлар üçün пек хош, сакинлер üçün, спортчылар üçün, идманчылар üçün, бүтін тешкелят üçün. Мен беллесем бұл пек яқшы, бойледе олмалы. Инкишаф етмек, бір шей yapmaq, құрмақ керек. Балалар бұны көрерлер ве илхам аларлар. Стадиондан ғайры бұ ерді бала ве спортив мейдан ерлештірілді. Кенчілер мемнуетілі әрбір көшіні бақып чықалар.
Москва акимияты ве Кырым Жумхуриятының акимияты арасындаки анлашма себебінден территорияны абыдынлыштырмақ имканы пейда олды. Бұл мақсадларға 17 миллион рубле масраф етілді. Бүгін ерлі сакинлер екі байрамны қайт етелер. Бұл ерде Николай Ищенкаға абиды ачылды. Тамам ерлі сакинлер мейданға Николай Дмитриевич Ищенко адыны бермеге режат еткен еділер. Бұл адам қасабада 20 ел эвелісі бұрынжы футбол мейданыны ачқан еді. Тамам шу ерде Сталкер адлы бала футбол командасы пейда олды. Кезлевде кечкен сене девамында 9 жемаат ве азбар территорияларını абыдынлыштырдылар. Бүгін шәйер микрорайонларында бойле инфраструктура лейхалары ве мейданлар олғаны бұ бұйық иштір. Біз бойле етіп балачықларны білгісайарлардан ве гаджетлерден айырармыз. Олар евлерден чықып, тазе авада чешет ойынлар ойнарлар. Ве бұ пек муим. Бірінші невбетте оларның сағлығы ичун. 2024 сененің эсас вазифесі. Кезлерінің эпосы жемаат ве азбар территорияларыны абыдынлыштырмақ. Сабина Денеева, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Кезлев. Боткек койының сакины Шевкет Идрисов 100 яшыны толдырды. Русия Федерациясының Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек юбилярны боле мойым вақия мұнасибеті иле шақсын хайырламақ үшін келді. Оқайды теке Шевкет Қарбабаның яшамаға истегі ве тендүріслігі епіміз үшін орнек ола біле. Бұл күні қави сағлық тілейім. Өз туғанларыны ве яқынларыны да чоқ еллар қувандырмақ. Ве бұтын жемаатымыз бұны өзіне чекіп аңласын. Муафақиетнің сырлары бұл яқшы кейф, өз күчлеріңе ишанч ве әлбетті яқынларынен муабетлік. Біз бұл муабет Қорантада тамам бұны көреміз. Ахмеджетте Бутон Русия фестивалі черчевесінде Тайлақта студенттерінің спортив гечесі кечті. О Бутон Қырымдан 70-тен зияды студентіні топлады. Олар үшін яш фигуристлерінің чықышлары азырланды, конкурсты ве флешмоблар тешкіл етілді. Тайлақ көрішуінде бұзы мұхбірлеріміз болынды. Ахмеджеттіке Тайлақта Полина Старожук, яш фигурист қыз Алиса в Зазеркалье адлы спектакльден парчаны көстері. Мен бұл номерде бойлы бір бұрылуф еттім. Оны гүлчік деп адлаймыз. Бұл валчук кыбы айланув. Амма аяқны бір тарафқа доғырлайсыз. İlk sefer Tайлақта студентлер гечесі 2016 сене кечті. О вақыт тетбір 200-ден зияде студенті топлады. 5 yıllık tünüфістен сон тешкелетчілар кейнеде бұл анянені жанландырмаға қарар алдылар. Бұл геже студентлер Тайлақта өз ұсталығыны көстермектен ғайры бір-бірінен яқынжа таныш олдылар. Бұндан да ғайры вақытны шен кечірділер. Тайлаққа істеген бош күні келмек мүмкін. Істеген достларынен, туғанларынен бұл ерде тешкіл етілген программа арамыздаки муабетлікні көстере. Біз да зияде конышып башламамыз үшін. Чунки зиманеви студентлік кет-кете онлайн форматқа кече. Студентлерінің спортив гечесі адлы фестиваль спорт яшайыш нормасы адлы федераль проект амелге кечірілігі черчевесінде тешкіл етілді. Олар жандан раhatlанмалары үшін кечіреміз. Чүнки ярын олар имтианларға кетелер. Бүгін саба олар илхам алып, оджаға яқшы сөзлер айтмалары үшін. Бұз феериясы адлы программа бұ әгленжелер комплексі ақшам межгулетлері, ойынлар, конкурслар ве іштиракчилерінің мүкафатлануы. Тедбірні Грифон адлы студенттерінің спортив клубы тешкіл етті. Султане Бакал Севиля Меметова, Версен Фукала, Миллет үшін. Кадр арқасы. Салы күні біз сізні телеканалымыздың хадимлерінен таныш етеміз. Миллетте күн 150-ден зияды адам чалыша. Нетижеде серджілеріміз екі тілде кейфиетлі контентні сейір етелер. Ве бұл біздің эсас мақсадымыз. Эфирде Қырым татар тіліне тәржіман Диляра Суфьянова ақта икееміз. Ана тілімізді дүлберве ең асасы доғры тізілген метін сық алда тәржіман муарирның ішіне бақлы. Ве егер мисал оларақ фильм тәржіме етілген вақыт, эфирнен арасы бірқач күн олса, хаберлерді бұл ең чоқ ярым сат ола біле. Таныш олыңыз хаберлерінің тәржіман муариры Диляра Суфьянова 99-шы сене Крым Федераль университетіні бітірді. Филолог, оджа, енді 5 ярым елдан берлі муимыш нен оғраша. Крым татар тілінде язылған метинлерні тішкере, тәржіме еті, зенгін ве айынклі тілімізді калька деген шей олмамазлығы үшін тырыша. Миллет мен үшін бұл ең евелі ана тілім, ве әлбетте бұл менің екінші қорантам. Ишімнің ең мерақлы чезгісі бұл хаберлерні бірінші оларақ білгенімнен бағлы. Хаберда енді язылған вақыт, мен оны енді оқиым, білем ве пайлаша білем.
Ең ағыр хусусиет ишімде. Бұл мен белесем тезлікнен бағылы. Чүнки шейіні пек тез yapmaq керек. Зен адашларым мені беклейлер вақыт. Метиннен иш bu işinin yarısı. Bundan son teşkürüf. Urgu, tohtavlar, doğru telaffuz, intonasiya. Levhalarını yakında seslendirip başlanğanlar sabırlı olmalılar ve tırışmak gerekler. Çünkü hatalar geçmez. Егерім ялдан берлі çalışanda. Егерім. Haberlerinin efir vakıtı 20 dakikadan ziyade orta derecede bu 7-8 levha. Her birinde 40'a yakın cümle. Böyle meseleler çok olabilir. Neticede böyle 8 saatlik iş günü yeterli değil. İşe ketkende, kaytkanda evde tercüme etuf alışıklı şey. Alo. Aleyküm selam. Yaxşı. Tercüme etем. Kıyın söz rast kelse lugatlar yardım ete. Olar vakit yakın yerde. Gün böyle keçe. Işnen uğraşkan vakit tatil vakitte kelgenine de duymay kalasın. Sufyanovlar korantası seyahatlarını pek seveler. Türkiye, İtalya, Çekiya, Lehistan, Almanya, Avstriya ve ilahire. Bir magnet bir memleket ya da şehiraqta hatıra. Da çok yerlerge barmağa isteyimiz elbet. Şimdi biz Lehistan'da, Çekya'da, İtalya'da ve Almanya'da olduk. Elbet Türkiye ve Mısır. Yerde yetiştirmek, ailege tuğanlarga vakit ayırmak. Bu rubrikamızda biz televizyon sırlarını biraz açamız. Kadr arkası çalışkan adamlar interview vermeye alışmağanlar. Я тебе скажу, идем спросить, а ты скажешь, давайте Анашку, давай, ну, возле холодильника меня еще никто не писал. Ну и вообще никто не писал. Зачем это надо? Это все будет, да? Поехали. Еще раз. Блин, как это все сложно. Были в некоторых еще... Подожди. Легче вот именно, что переводить. Шең muhabbet ve emeksever millet ailesi da 20-30 yıl evvelsi Kırım Tatarlar Oz telekanalında çalışacağı, ana tilimizde yayınlar olacağı akta tasavvur etmek kıyın idi ve bu eposu ana vatan toprağımızda bir adım millet için. Bugünkü bu eposu haberler millet telekanalından ayrılmanız hayırlı akşamlar.